Баршаларыңызға сәлем. Бүгін бізде акция және ақша курсының келесі сабағы. Бүгін біз сіздермен үлкен бөлімді бастаймыз: техникалық анализ. Өткен сабақта біз сіздермен анализдің екі түрі бар. Біреу фундаменталды, екіншісі техникалық деп айтқан болатынбыз. Фундаменталды анализ жасау үшін не істеу керек, неге мән беру керек, қайдан қарау керек, барлығын айтып берген болатынмын. Енді бүгінгі сабақта үлкен бөлімнің алғашқы бөлімін бастаймыз, яғни техникалық анализдің ең бірінші бөлімі. Техникалық анализ, графикті оқу. Бүгінгі сабақта біз сіздермен техникалық анализ, биржалық график дегеніміз не, свечалар, олардың түрлері және развороттық свечалар туралы әңгіме айтатын боламыз. Техникалық анализ дегеніміз не? Техникалық анализ дегеніміз аты айтып тұрғандағыдай графиктегі баға қозғалысына қарап анализ жасау. Яғни сызбалар, бағалар, графиктер, бұның барлығы бізде сіздермен техникалық анализдің бөлімдері болып табылады. Енді қараңыздар, техникалық анализдің бізде негізгі үш принципі бар. Біріншісі, баға барлығын ескереді, цена учитывает все. Шыққан жаңалықтар, экономикалық саяси факторлар, бұлардың барлығы біздің графигімізге әсерін береді. Баға белгілі бір бағытпен қозғалады. Баға аптренд, даунтренд, консолидация сияқты бағыттармен қозғалады. Яғни трейдингте тренд is your friend деген сөз бар. Яғни тренд сенің досың. Белгілі бір бағытпен қозғалып бара жатыр ма, сол бағытты ұстануың керек. Ол бағытқа ни в коем случае қарсы келуге болмайды. Мысалы, акция бағасы өсіп жатса, кері бағытында акция бағасы құлайды деп позиция ашуға болмайды. Немесе наоборот, акция бағасы құлап жататын болса, акция бағасы өседі деген позиция ашуға болмайды. Тарих қайталанады, история всегда повторяется. Техникалық анализде болашақта графикте көрінетін белгілі бір модельдер көбіне қайталанады. Трейдингтің тағы бір принципі история всегда повторяется. Яғни ол, мысалы, Tesla компаниясының бір акциясының бағасы когда-то $300 құраған болатын болса, скорее всего, сол $300 ол қайтадан барып қайту мүмкіншілігі бар. Техникалық анализдің инструменттері қандай? Бірінші, свеча, тренд, деңгей, зона, индикатор, паттерн. Міне, техникалық анализдің инструменттерінің ең бірінші бөлімі. Бүгін біз сіздермен свеча тақырыбын қараймыз. Жалпы техникалық анализді өте мықты игеру керек. Техникалық анализді қаншалықты мықты игеретін болсаңыз, соншалықты сіздің сделкаңыз дұрыс орындалады. Жалпы барлық трейдингтің 80-90%-ын осы техникалық анализ құрайды. Бүгінгі тақырыпта жалпы биржалық график дегеніміз не? Белгілі бір уақыт аралығындағы акция бағасының өзгерісін бейнелейтін график. Жалпы сіздер осы TradingView'да, яғни рабочий столдарыңызда көріп отырған қозғалыстың барлығы бізде биржалық график деп аталады. Осы биржалық графиктің құраушысы, ең негізгі құраушысы, ол бізде свечка. Свечки немесе candlesticks деп атаймыз, япон шамдары деп атаймыз. Свеча ол акция бағасының қозғалысын көрсететін құрал. Яғни акция бағасы өсіп жатыр ма, акция бағасы құлап жатыр ма, сол нәрсені көрсететін құралды біз сіздермен свечи деп атаймыз. Жапон шамдары бізде келесідей ақпараттарды қамтиды: ашылу бағасы, жабылу бағасы, жоғарғы бағасы және төменгі бағасы. Мысалы, қараңыздар. Жасыл свечаны қарайтын болсақ, жасыл свеча бізде көтерілетін свеча, яғни акция бағасының өсіп жатқандығын білдіретін свеча. Ашылу бағасы бізде төменнен ашылады, төмен қарай құлағысы келеді, құлай алмайды, жоғары көтеріліп максимум бағасына асып кеткісі келеді, ары қарай өсе алмай жабылады бізде мына жерден. Яғни мына жерде қалыптасып жатқан жіңішке таяқтар, бұл бізде фитиль деп аталады. Мына жерде жасыл свечаның ашылу бағасы, жасыл свечаның жабылу бағасы, жасыл свечаның ең төменгі бағасы, жасыл свечаның ең жоғарғы бағасы. Мынау бізде денесі деп аталады, мына таяқтар бізде көлеңке немесе фитиль деп аталады. Енді керісінше қызыл свечаны қарайтын болса, ашылу бағасы жоғарысынан жоғары көтерілгісі келеді, көтеріле алмай құлайды, төмен қарай кеткісі келеді, түсіп кете алмайды, сөйтіп жабылу бағасы осы жерден болады. Яғни мына жерде денесі мына жер, мына таяқтар бізде көлеңке немесе фитиль деп аталады. Ең жоғарғы бағасы, ең төменгі бағасы, мынау жабылу, мынау ашылу бағалары болып табылады. Бізде жасыл свеча мен қызыл свечаның өзіндік термині бар. Жасыл свечаларды біз сіздермен bullish деп атаймыз. Яғни графиктегі бағаның өсуін жасыл свечка көрсетеді. Оларды bullish свечалар немесе өсуші свечалар деп атаймыз. Кері бағытында құлайтын свечаларды біз сіздермен қызыл түсті, яғни bearish свечалар немесе құлаушы свечалар деп атаймыз. Свечалар қалай пайда болады? Міне қараңыздар. Bearish свечаның пайда болуы: жоғарысынан ашылады,
құлайды, минимум бағасына барады, жоғары көтеріледі, жабылады. Яғни мына жерде қалыптасып жатқан сызық бұл бізде фитиль деп аталады. Ең жоғарғы бағасы, ең төменгі денесі ашылуы және жабылуы болып табылады. То же самое жасыл свеча. Ол бізде төменнен ашылады, жоғары көтеріледі, ары қарай максимум нүктесіне кеткісі келеді, кете алмайды, и мына жерден жабылады. Сәйкесінше бұл бізде мынау денесі, мынау фитилі болып табылады. Свечалардың комбинациясымен сигнал беремін, свечалардың комбинациясы былай орындалады, мына свеча мынаны былай жасаса мынандай болады деген рекламаны көптеп көрген шығарсыздар. Бұл рекламалардың ешқайсы жұмыс жасамайды. Свечалардың комбинациясын жасау өте қиын, оны жаттап алу тем более нереально. Себебі свечалардың түрлері өте көп, олардың қайсы бірін жаттап отырасың, Мен өзім свечаларды 3 түрге ғана бөлдім: мықты, әлсіз және нейтральный. Мықты свечалар денесі өте қалың свечалар, әлсіз свечалар денесі кішкентай, қарапайым ол средний, нейтральный ол ортасында денесі қалып кеткен, фитилі үстінен де астынан да бар свечаларды атаймыз. Мықты свечалар денесі өте ұзын, фитилі қысқа свечаны біз мықты свечалар деп атаймыз. Міне экранда көрініп тұр, өзі денесі прям үлкен, көзге бірден түседі, фитильдері кішкентай свечалар, ол бізде мықты свечалар. Биржалық графикте мысал мықты свечаларға қараңыздар. Мықты bullish свеча, мықты bearish свеча мысал келтірілген. Одан кейін әлсіз свечалар. Денесі өте кішкентай және фитилі бар свечаларды біз сіздермен әлсіз свечалар деп атаймыз. Әдетте бұндай свечалардың баға қозғалысы бәсеңдегенде тренд әлсірей бастағанда пайда болады. Мысалы, баға 200-ден 250-ге уже көтеріліп кетті, ары қарай өсе алмай тұр, и сәйкесінше сол жерден нейтральный свечалар, әлсіз свечалар өте көп пайда болады. Биржалық графикте әлсіз свечалар мен мықты свечаларға мысал көрсетілген. Қараңыздар, мықты свечалармен маркет өседі, әлсіз свечалармен уже тренд аяқталған кезде осындай картина қалыптасады. Нейтральный свеча денесі ортасында екі жақтан да фитилі бар свечаларды біз сіздермен нейтрал свеча деп атаймыз, немесе оны доджи деп те атап жатады. Доджи, спиннинг топ деп атап жатады. Жалпы бұлардың функциясы бір. Не маркет өсерін, не құларын білмейді, бір белгілі бір ортада тұрғандығын көрсетеді. Нейтральный свечаларға мысалдар. Әдетте нейтральный свечалар бізде тренд ауысатын кезде шыға бастайды. Ол бағаның жоғары немесе төмен кетуіне 50-50, яғни ол жоғары кетіп қалуы да мүмкін, немесе төмен құлап кетуі де мүмкін екендігін көрсетеді. Енді осы свечи тақырыбында сіздер прям жаттап алу керек екі нәрсе бар. Ол бізде хаммер және шутинг стар деп аталатын разворотный свеч. Ең бірінші хаммер. Графикте бағаның өсуін немесе құлауын алдын ала ескертетін свечалар бар. Оларды көбіне біз разворотный свечи деп атаймыз. Бірі бағаның жоғары кететіндігін көрсетсе, бірі бағаның төмен кететіндігін көрсетеді. Бағаның жоғары кететіндігін көрсететін свечаны біз сіздермен хаммер деп атаймыз. Бағаның керісінше төмендеп кететіндігін көрсететін свечаны біз сіздермен шутинг стар деп атаймыз. Енді қараңыздар, хаммер бізде қай кезде шынымен де хаммер болады? Хаммердің беретін функциялары қандай? Бағаның жоғары өсуі мүмкін екендігіне сигнал береді. Формасы жағынан денесі кіші, астыңғы фитилі ұзын болып келеді. Нағыз хаммер графиктің ең төменгі жағында маңызды баға деңгейлерінде шығады. Түс таңдамайды. Яғни хаммер қызыл да, жасыл да болып шығуы әбден мүмкін. Қараңыздар, денесі кіші, фитилі ұзын. Міне қараңыздар, денесі кішкентай, фитилі ұзын. Даунтрендтен аптрендке ауысатын кезде шығады. Формасы денесі үстінде, фитилі астында, ең төменгі баға деңгейінде шығады. Ең төменгі. Ортасында, жоғарысында хаммер шықса, ол хаммерге жатпайды. Ол всегда ең төменгі баға деңгейінде шығуы керек. Биржалық графиктегі хаммер свечасы. Қараңыздар, даунтренд, яғни маркет құлап жатыр, үлкен мықты bearish свечалармен хаммер шықты, ең төменгі баға деңгейінде. Ол үш сұраққа жауап береді. Ең төменгі бағада шығу керек, формасы сәйкес келу керек, және даунтрендтен аптрендке ауысатын сигналды беру керек. Мысалы, графиктің ортасында хаммер шықса, ол хаммерге ұқсас, бірақ толық функциясын орындамайтын свечалар болып табылады. Хаммер міндетті түрде ең төменгі баға деңгейінде шығуы керек. Тағы да мысал, хаммерге ең төменгі баға деңгейінен қалыптасқан свечалар төменгі бағада 2 немесе 3 хаммер шығатын болса, хаммер ретінде саналады. Графиктің ортасында басында шыққан свечалар хаммерге жатпайды.
Осының кері бағытындағы свеча ол бізде shooting star деп аталады. Shooting star'дың атқаратын функциялары қандай? Бағаның төмен құлауы мүмкін екендігіне сигнал береді. Түс таңдамайды, жасыл, қызыл болып шыға береді. Формасы жағынан денесі кіші, үстіңгі фитилі ұзын болып табылады. Нағыз shooting star графиктегі ең жоғарғы баға деңгейінде шығады. Міне қараңыздар, shooting star'дың фитилі жоғарысынан, денесі астынан, денесі кіші, фитилі ұзын болып келеді. Uptrendтен даунтрендке ауысатын аралықта шығады. Графиктегі shooting star'ға мысал. Hammer ең төменгі бағада қалыптасты, формасы сақталған. Маркет өсті, ең жоғарғы бағасына жетті, денесі астында, фитилі үстінде. Ол бізде uptrendтен даунтрендке өзгеретін картинаны беріп отыр. Тағы да мысал, shooting star жоғары баға деңгейіне шықты, денесі астында, фитилі жоғарысында, ең жоғарғы бағадан орналасты, uptrendтен даунтрендке ауысып жатыр. Міне көрдіңіздер. Биржалық графикте shooting star мен Hammerге тағы да мысал, маркет құлады, мықты bearish свечалармен, Hammer шықты, Hammerден жоғары кетті, одан кейін shooting star'дagi маркет құлап кетті. Жалпы графиктегі свечалардың түрлеріне мысал келтірілген. Назарларыңызға рахмет. Бұл бізде сіздермен теориялық бөлім болған болатын. Ендігі бөлімде біз сіздермен осы свечаларды практикада қолдануды көрсететін боламын. Сау болыңыздар.